Бұл сабақта мен сіздерге қалай управлять етеміз сол жайында көрсететін боламын. Қарасаңыздар, міне мына жерде ликвидация деген мүлдем жоқ болып кеткен, иә. Не үшін десек, ол стоимость мысалға төбесінде 399 мың, яғни 400 мың, астында да сол 399, яғни 400 мың доллар ақша тұр. Сондықтан екі жағы бірдей болғандықтан не істейді? Ликвидация жоқ болып кетеді екен. Яғни біз страховка ашылып, иә, ары қарай да қоймай баға түсіп жатқан кезде, бізде мысалға ол жерде енді шорт жабылып қалуы мүмкін басында. Одан кейін бізде ликвидация не істейді? Осындай 102 мың деген сияқты не болады? Жақындап қалады, иә. Жақындап қалғаннан кейін біз не істейміз? Біз аламыз да осы жерге, например, 30 мың деген сияқты жазамыз. Енді примерно сіздер енді 500 доллар деп жазсаңыздар да болады. Менде енді сумма көп болғаннан кейін осылай жазып жатырмын. Енді мысалға бізде ары қарай да баға қоймай түсіп бара жатса, енді бұл баға қалай түседі? Мысалға осы қазір 116 тұр, иә. 116-тан осы 95, ары қарай 90 деген сияқты қоймай түсіп бара жатса, иә, уже 20 мың, 25 мың деген сияқты ара қашықтықта түсіп бара жатса, онда біз қайтадан не істейміз? Шорт ашып бастаймыз. Біздің мақсат шорт ашудағы мына ликвидацияны не істеу? Жоқ қылу. Яғни не только жоқ қылу, просто ұзартып қою. Продать деп басамыз, подтвердить. Тағы да басамыз, подтвердить. Міне каждый басқан сайын бізде не болып отыр? Ликвидация созылып жатыр. Иә, міне 99-ға келіп жатыр. Тағы бір рет сатып алам, 97 деген сияқты, иә. Каждый сатып алған кезде не істеп жатыр? Жылжып жатыр, иә. Тағы бір рет сатып аламыз. Тағы бір рет сатып алайық. Например, менде қазір үстінде 400 мың, астында 209 мың, иә. Яғни бізде не істейді? Жарты есесін шортқа қойдық, иә. Үстінде стоимостьті қарасаңыз 400 мың доллар тұр, астында 200 мың доллар тұр. Яғни жарты есе ақша тұр. Сондықтан да бізде ликвидация не болып тұр? 89 мың болып тұр екен. Түсінікті ғой? Яғни дәл осылай біз не істейміз? Өзіміздің ликвидациямызды, яғни рисігімізді деп айтсақ болады, қалаған жерге не істейміз? Апарып қоя алады екенбіз. Кейде біз тағы да осындай продать деп баса аламыз, например, көбейтіп қоя аламыз деген сияқты. Мысалға, ликвидацияны уже алыстатқымыз келсе, шортқа не істейміз? Көбірек сатып аламыз деген сияқты. И біздің каждый сатып алған кезде не істемейді? Мынау доступный сумма азаймайды. Қарасаңыздар, 113.800, сол бір орында тұр, былайша айтқанда. Яғни біздің шорт ашқанымыз үшін ешқандай не істемейді? Ақша алмайды. Бұны биржаның өзі автоматты түрде не істейді? Қосып отырады екен. Соның арқасында бізде пайда табуға мүмкіншілік не істейді? Көбейе түседі. Яғни дәл осындай біз баса беру арқылы не істейміз? Ликвидацияны жоқ қылып та жібере аламыз, иә. Яғни біздің мына позицияны басқару біздің қолымызда тұрған нәрсе да. Біз спокойно не істей аламыз? Осы позицияны басқарып жүре аламыз. Яғни қазір мен ликвидацияны не істедім? Жоқ қылып жібердім, иә. Может, мен ақшаны көбірек қылып жүрген шығармын, иә. Егер мен азайтқым келсе, мен онда не істеймін? Мысалы 10% деген сияқты жауып отырам. Яғни 10%-пен қайта-қайта жапсаңыздар болады. Немесе 25% деген сияқты, сөйтіп жауабуға болады. Сол кезде мен не істедім? Мына стоимостьтағы ақшаны не істедім? То есть 218 мың, қарасаңыздар, не істеді? Азайды, иә. 400 мыңнан 218 мыңға не істеді? Азайды. Яғни біз осылай басқару арқылы управлять етеді екенбіз. Біз керек кезде ликвидацияны созып қоямыз, қаласақ жақындатып қоямыз, қаласақ тіпті мысалға мына жақта жауапта біз не істей аламыз? Чтобы не только лонг шорттың ликвидациясын не істейміз? Жақын ұстай аламыз, иә. Лонг мысалға пайда тұрса, мысалға 10% деген сияқты жауып біз не істей аламыз? Осылайнан азайтып отыра алады екенбіз. Яғни біз ликвидацияны естедік, жақындатып жібердік. Не үшін дегенде, мысалы лонгта стоимость 75 мың доллар қалды, 400 мың доллардан 75 мың доллар. Астында 200 мың доллар тұр. Доступныйды қарайтын болсақ, 28 мың долларға көбейіп кетті. Не үшін дегенде, біз лонгты былайша айтқанда азайтып тастадық, иә. Яғни біз осылай өзіміздің ыңғайымызға қарай управлять етеді екенбіз. Жалпы осының екі способы бар. Дұрыс управлять етудің, иә, біздің алгоритм бойынша жасау керек жалпы. Оны мен сіздерге келесі сабақта отдельно түсіріп көрсететін боламын. Сол екі жолын екі бөлек қылып, иә. Жалпы өздеріңіз тоже практикада асықпай, осы демо трейдингпен осылай мен көрсеткендей жасап көріңіздер.
бұл управлениені біліп алсаңыздар, ешқашан минусқа кету почти мүмкін емес. Бұны үйреніп түсініп алу сіздер үшін өте маңызды нәрсе. Түсінікті ғой? Сондықтан да ерінбей осы сабақтарды қайталап қарап, түсінбесеңіздер сұрап жүріңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.